Сәлеметсіздер ме оқушылар, сауат ашу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ю дыбысы мен әрпі. Бүгінгі сабақта сенің білетінің дыбыс пен әріпті тану, ажырату және дыбыспен сәйкестендіру, оқу түрлерін қолдану. Сенің меңгеретінің сөздегі дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырату, ю әрпін жазып және оқып үйрену. Ю әрпінің баспа және жазба түрі. Ю дыбысы дауысты дыбыс балалар. Ендеше қызыл түспен белгілейміз. Ю дыбысы кедергіге ұшырамай еркін шығады. Қане барлығымыз бірге ю деп айтып көрейікші қане. Ю, ю. Ешқандай кедергіге ұшырамай еркін шығады екен балалар. Ю дыбысы қос дыбыстың таңбасы, яғни ю екі дыбыстан құралған, қысқа и және у дыбысынан. Сол себепті ю дыбысын қосарлы дауысты дыбыс дейміз. Ю әрпі сөздің басында, ортасында, соңында кездеседі. Мына суреттерге балалар назар аударайық. Юбка, аю, оюлар. Есіңде сақта. Сөздегі ию дыбыстары естілгенімен жазуда олардың орнына ю әрпі жазылады. Ою, аю, қою, азаю. Есте сақта баламыз балалар. Қане балалар, барлығымыз бұнан бірігіп сөз құрап, оны оқиық. Жаю, ою, қою, жою, жию, кию, қию. Жарайсыңдар балалар. Ал енді оқулықпен жұмыс жасайық. Жеңімпаз аю ертегін барлығымыз бірге оқиық. Аю, түлкі, қасқыр үшеуі жарысты. Қорбаңдаған аю араның ұясын бұзып кетті. Аралар аюды шаға бастады. Араларға таланған аю тез жүгірді. Сөйтіп аю түлкімен қасқырдан озып кетті. Үйде қайталап оқып, маған әңгімелеп бересіздер балалар. Ал енді сендерге жұмбақ жасырайын. Балпаң-балпаң басады, қыр жотадан асады, паналайды үңгірді, іздемейді тасаны. Бұл не деп ойлайсыздар балалар? Әрине, жарайсыңдар. Бұл аю. Енді балалар, мен сендерге осы аю туралы бірнеше сұрақтар қояйын. Аю қандай аң? Аюдың түсі қандай? Оның аяғы қандай болады? Ол қайда тіршілік етеді? Міне осы сұрақтарға жауап береміз. Енді балалар, жоғалған әріп ойынымен сабағымызды жалғастырайық. Жоғалған әріпті тауып, оны дәптерге әдемілеп көшіреміз. Ю әріпін әдемі жазып үйрен. Ю әріп үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай жол ортасына дейін көтеріп, қысқа сызық сызамыз да тік төмен түзу түсіреміз. Астыңғы сызыққа жете бере, астыңғы сызыққа тигізе, солға қарай доға жасап, сызықты оңға тартып, көлбеу сызықты жоғарғы сызықта қиямыз да, сызықты оңға қарай жүргіземіз. Осы сызықтан төмен қарай жартылай доға сызып, оны астыңғы сызыққа тигіземіз де, жоғары көтереміз. Үлкен сызық ортасына жеткенде, доға сызықты солға бұрып, дөңгелекті жабамыз. Ю әріпінің кіші әріпі. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Төмен қарай көлбеу тік сызық сызамыз. Сол сызықты бастыра,
Жол ортасына дейін көтерілеміз де, оңға қарай белбеу жасаймыз. Енді төмен қарай доға сызық жасай отырып, оны астыңғы сызыққа тигізе, жоғары көтереміз. Үстіңгі сызыққа тигізе доға сызықты солға қарай бұрып, дөңгелекті жабамыз. Енді балалар дәптермен жұмыс. Ю әріпін әдемі, таза, көркем етіп жазамыз. Бүгінгі сабақта сен дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажыраттың. Құрамында ю дыбысы бар сөздерді оқыдың. Ю дыбысының бас әрпі мен кіші әрпін жаздың. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Баршаңызға сәттілік.